Бүгінгі қазақ елі отарлық ел болып кетті. Яғни Қазақстан колония десек те болады. Қазақ елі өз жерінде құл болып секілді болып қалды. Біздің балаларымыз, немерелеріміз және тағы бірнеше ұрпақ құл болып қалу қаупінде. Қалай соған жеттік? Мұны мен емес, қазіргі қолданыстағы Конституция айтып отыр. Әңгіме Конституцияның 4 бабының 3 тармағы туралы. Онда былай делінген: республика ратификацияланған халықаралық шарттар оның заңдарынан басым болады деп отыр. Бұл нені білдіреді бізге? Бұл дегеніміз қазіргі қолданыстағы Конституция бойынша Қазақстан сыртқы басқаруда. Сыртқы басқару дегеніміз нақты егемендіктен айырылып тек формалды тәуелсіздікті сақтау. Формалды, яғни ту елтаңба әнұран бар, бірақ шешім қабылдау құқығы шектеулі. Демек, Қазақстан шынайы тәуелсіз мемлекет емес. Қандай ішкі заң қабылдасақ та, не айтсақ та, не істесек те, халықаралық шарттың кез келген тарапы Қазақстанға өз шарттардан танып, қалай өмір сүру керектігін және қандай заң қабылдау керектігін талап ете алады. Тағы бір маңызды мәселе: жаңа Конституция теңге ұлттық валюта ретінде ерекше атап көрсетілген. Неге дейсіз ғой? Қолданыстағы Конституцияда теңге деген ұғым нақты жазылмаған. Қазіргі күнде ұлттық валюта мәселесі тек ұлттық банк туралы конституциялық заңмен реттеледі. Бұл бізге бірыңғай валютаны немесе басқа қаржылық шарттар күштеп енгізбеу үшін жасалып отыр. Яғни бұл қаржылық тәуелсіздік қазақ еліне береді. Ал Қазақстанға бірыңғай валюта немесе өзге қаржылық талаптарды енгізу үшін референдум өткізу керек болады. Конституцияны өзгерту қажет болады. Бұл қысым жасау процесі қиындалады. Бұл норма негізі Назарбаев президенттігі кезіндегі қабылданған. Мысалы, Қазақ гейт ісін және ЦРУ агент Гифин еске салайық. Сондықтан Қазақстанды жылдар бойы халықаралық соттарға сүйреп, мемлекеттен жүздеген миллион доллар өндіруге тырысты. Мысалы, статьясында Қазақстаннан 500 миллион доллар талап етілді. Ұлттық қор активтеріне халықаралық соттар арқылы шектеу қою әрекеттер болды. Сондықтан Қазақмыс, ERG, ArcelorMittal, Казцинк активтер, осындай компаниялар шетел юрисдикциясында болды. Кейін олардың бір бөлігі Қазақстан юрисдикциясына өтті. Бұл активтердің ұлттық экономикаға қайтуы және